Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздермен дәл ресторандағыдай осындай әдемі күлше нандарды әзірлейтін боламыз. Ең алдымен 200 грамм жылы суымызға 200 грамм жылы сүтімізді құямыз. Содан соң 1 шай қасық тұзбен 2 ас қасық қантымызды, 1 ас қасық аштығымызды салып араластырып, қоспа дайындаймыз. Бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қоспамызға ерітілген сары майымызды салып қамыр елейміз. Маған 800 грамм ұн кетті, сіз ұныңыздың тығыздығына қарай шамалап қосасыз. Ұнның барлығын бірден салмай, аз-аздан қосып отырыңыз, немесе қатты болып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырды өзіңіз қалағанша граммен бөлшектерге бөліп алыңыз. Мен 6 бөлікке бөлдім. Қамырды табамызға жайғастырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Көтерілген қамырдың ортасын басып, бетіне жұмыртқа жағып, әсемдігіне қарай күнжітпен макты сеуіп қолдануыңызға болады. Күлше нанымыз дайын, хош иісті, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басыңыз. Сіздермен болған Перизат, назарларыңызға рахмет.